Сонымен қатар біз сендермен өткен сабақтарда Абай қалың елдің қазағым атты бөлімін өттік. Сол бөлімде біз Абайдың шығармаларымен таныстық, өлеңдерімен, қара сөздерімен, поэмасымен таныстық. Енді бүгінгі сабағымыз біздің қорытынды сабақ болып алды. Сондықтан үй тапсырмасына не беріп еді балалар? Не беріп еді? Неге дайындалып келіңдер деді? Балалар. Абайда оқу таңаққа деген тақырыпқа ойдың оқуға және Абайдың шығармашылығына дайындалып келіңдер. Жақсы. Енді олай болса балалар сонымен Абай қай жерде туылды? Қолдарыңызды тез-тез айтыңыз. Сәуле. Абай Ноғай семей облысы Шыңғыс қаласында дүниеге келген. Жақсы, қандай отбасыда дүниеге келген? Ауқатты отбасыда дүниеге келген. Оның әкесі сол жерде би болыс. Әкесінің аты кім? Құнанбай. Жақсы. Кімнің тәрбиесін көрген Абай? Әжесі. Абай негізінен әжесінің тәрбиесін алып, сол әжесінің мектебінде әжесі оған мектеп сияқты соның тәрбиесін білген. Және анасының да тәрбиесін болған. Анасы Ұлжан мен әжесі Зеренің тәрбиесін білген. Жақсы. Енді балалар, мына жерде Абайдың біз шығармаларын өттік, соның ішінде көп шығармалардың өлеңдерін тақырыбы неге арнаған Абай? Елге. Көтеріп айтамыз. Әсел. Абай өмір сүрген заманы негізінен әділетсіздікке толы болды. Сол себепті ол халыққа және де осы қарамағындағы адамдарға тек мотивация беріп, өлең жазып, өлең жолдарымен өзінің ішіндегі айқайын жеткізіп отырды. Өлеңдердің тақырыбы әр алуан болады. Мысалы, неге арнады ол? Ең бірінші балалар үшін қандай тақырып бар? Ел балалар. Ол неге арнаған оны? Балаларды оқуға шақыру. Балаларды оқуға шақырған. Жақсы, тағы қандай тақырыпта өлеңді жазды? Алтын айтайын. Сонымен қатар ол білімге, ғылымға, әдебиетке шақырған, өзінің адамдарды сауат ашуға және де қарамағындағы адамдардың мың шерін жеткізген. Қара халықтың мөлшері бар болса, табиғаттың төрт өзгеріне арнап шығарған екен. Жақсы, өте жақсы. Сонымен қоса тағы ол, тағы да бір ерекшелігі. Не жазды Абай? Өмірінің соңғы жылдарында. Қара сөз. Қара сөздер. Неше қара сөз бар? 45 қара сөз бар, иә? Ал енді балалар, қалай көресіңдер? Қара сөз жазуының себебі не болды? Жаңа айтып жатыр, иә? Ал, Тұрхан айтшы маған. Ол өмірдің соңғы жылдары келген кезде өзі ойланды да, енді мен не істеймін деп ше, мысалы ол бала қарай алмаймын, бала тәрбиесімен айналыса алмаймын, басқа тірліктермен жұмысын шығара алмаймын, мен ең бастысы осы қара сөз жазып, өзімнің өмірде көрген білгенімді халыққа көрсетейін, халыққа өнеге, халыққа өсиет етіп қалдырайын деген оймен осы қара сөз жазған болатын. Яғни, осы менен жазған ғақлиялық сөздерімен кім қажет етсе өзіне керегін алар, қажет етпесе онда өзі білетін. Жақсы. Енді балалар, мына жерде қазір бүйтеміз. Мен сендерге айтқаным не? Абайдың өлеңдерін мәнерлеп жақсылап оқиық деп ше. Ең бірінші кәдім бір оқушыдан айтайықшы кәдім. Қалың елдің қазағы өлеңін өткенбіз. Қара сөзін өттік біз Абайдың одан кейін сегіз аяқ өлеңдерін айтқанбыз, иә? Өткенбіз. Енді сегіз аяқ өлең демекші Абай балалар. Сонымен қоса тағы, ақындықпен қоса тағы кім болған? Қандай әндер білесіңдер? Маған қалың елім қазағым қайран жұртым деген өлеңін жаттаңдар деген, сегіз аяқты жаттаңдар деген, қара сөзін жатқа айтыңдар деген. Кәні маған кім мәнерлеп жақсылап айтамыз. Мен ең бірінші жаңа сабақты бастамас бұрын балалар
бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы дәптерлеріңе жазып қойыңдар. Бүгінгі күнде Абайды оқы, танықа. Енді біз жаңа Абайдың шығармаларын қайталап өттік, иә сендермен? Енді бүгінгі сабағымыздың мақсаты әдеби шығармаларын, ақынның шығармаларына композициялық ерекшеліктерін талдаймыз. Ақынның шығармаларын мына жерде. Енді осы мақсатқа жету үшін балалар біз сабақ барысында мынандай бағалау критерийларына қол жеткізуіміз керек. Ең бірінші әдеби шығармалардың композициялық ерекшеліктерін талдайды, образдар жүйесін анықтайды, талдау жасайды, қазіргі өмірге байланыстырады, ойын тұжырымдайды. Осы критерийлер арқылы біз бүгінгі сабағымыздың мақсатына жетуіміз керек. Ары қарай қазір айттым, Абайдың өлеңдерін мәнерлеп оқимыз деген. Мына жерде мен дескриптор қойып қойдым балдар. Осы дескриптор бойынша қазір өлең оқыған оқушыларды не істейміз? Бағалаймыз. Ең бірінші кім шығарқан? Кім? Гүлхан. Жақсылап. Мына дескриптор. Қалың елім қазағым қайран жұртым, ұстарасыз аузына түсті мұртым. Жақсы менен шаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп ете көрдің. Бет бергенде шырайың сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сыртша сыртың. Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді, аузымен орақ ұрған өңкей қыртың. Өзімдікі дей алмай өз малыңды, күндіз күлкің бұзылды, түнде ұйқың, көрсе қызар келеді байлауы жоқ, бір күн тыртың етеді, бір күн жыртың. Бас-басына би болған өңкей қиқың. Мінекей, бұзған жоқ па елдің сыйқын, өздерімді түзелер дей алмаймын, өз қолынан кеткенде енді өз артың. Жарайды, жақсы. Ал енді балалар, мына жерде біз дауыс ұрпағын сақтады ма Гүлхан? Мәнерлеп оқыды ма? Бәріміз бас бармақ әдісі арқылы баға берейік. Бірдей қолымызды көтереміз. Керемет, орта, төмен, жоғары көтереміз балалар. Ұнады ма сендерге? Иә. Ұнады. Жақсы, келесі тағы кім айтады? Сағыныш, сен қандай өлеңді айтып келдің? Абай Құнанбаев күз. Күздегі өлеңді айтып келдің? Мақұл, жарайды. Сұр болып түсі суы қаптай аспан, күз болып дым құлман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма тоңғаныма, жылқы шауып бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп бәйше жеп жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес бала шулай. Қая шыршал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айрылған ағаш қурай. Біреу малма сапсиды салы қиын, салбыраңғы тартыпты жыртық киім. Енесіне ертіп шуда жібін, жас қатында жамайды жыртық үйін. Қастырна қатарланып қайтса дермен, астында ақ шомшы жүр ол бір керуен. Қай ауылды көрсеңде жапыраңқы, күлкі ойын көрінбейді сейіл серуен. Кемпір шал құржан қағып бала бүрсең, көңілсіз қара суы қырда жүрсең. Кемік сүйеп сорпасы тимеген соң, үйде ит жоқ, пышқан аулы қайда көрсең. Күзеуде отын жоқ елдің маңы, тұман болар жел соқса шаң тозаңы. Үйіне отын жақпай сорланып, қазақтың құрысын мына заңы. Жақсы, рахмет. Бағалаймыз. Осы өлеңді де мына дескриптор бойынша жоғары. Ұнадына барлықтарына я керемет. Жақсы, отыра ғой. Енді қара сөздерінен мен шаттап келмедер деген айтатындарым бар ма қара сөздер? Аяуын сен айтасың ба, мына топтан жарайды. Жақсылап. Абайдың адамгершілік, имандылық, парасаттылық, еңбекқорлық сияқты жақсы қасиеттері 17-ші қара сөзінде ашық айтылған. Бұл 17-ші қара сөзінде қайрат ақыл жүрек жайлы айтылған. Қайрат ақыл жүрек бір жерге басы сыйыспай, қайта-қайта дауласып ғылымға келіп жүгінеді. Сосын кейін ғылымға келіп жүгінеді. Қайрат ақыл жүрек бірдей ұстаса, одан асқан парасатты қасиетті адам болмас деп ғылым төрелік айтады. Және де адам баласы өмірге келгенде әртүрлі мінезбен келеді. Адамның ойы, адамның ақылы есіріп кетсе, және де бойындағы қайратына ие бола алмай қалса, жүрекке бір мезгіл тыңдау керек. Және де осы қайраттың ақыл қолға ұстай алмайсың, көзбен көре алмайсың. Олар абстракты ұғымдар. Ал жүректің дүрсілін естисің, суретін көресің, өзің сезесің. Сондықтан да жүрекке әмір жүрмейді деу бос сөз.
Осы жүрек, осы ақыл қайрат жүрек үшеуін ұстаған толық адамнан ешқашан жауыздық шықпайды. Жақсы, рахмет. Ал бағалай қайылмады. Балалар, сонымен қазір біз Абай атамыздың 17-ші қара сөзін қорытындылайықшы кәні. Кім өзінің ойын айтады? Сағыныш кәні. Абай Құнанбаев өзінің 17-ші қара сөзінде адамның бойынан табылу керек үш қасиет атаған: қайрат, ақыл, жүрек. Егер де бойымызға осы үш қасиетті сіңірсек, бізден толық адам шығады. Яғни толық адам дегеніміз, біз ешкімге қиянат жасамай, адал жолмен жүріп, адал білім алуға үйретпек. Егер де біз қайрат, ақыл, жүрек үшеуі былай қарап тұрғанда үш түрлі нәрсе. Кейбір адамдар айтып жатады, ой, жоқ, жүрекке әмір жүрмейді деген. Ол өте мүлдем бос сөз. Егер жүрекке әмір жүрмейді деген, ол менің ойымша ол қате ұғым, және оны Абай ата да 17-ші қара сөзімен түрде кеткен. Ақыл мен қайрат адам бойында ол жүре келе байқалады. Яғни ауызы келген адам үрлеп жібереді. Сондықтан сен қиындыққа тап болған сайын қайраттана түсесің, және де ақылың арта түседі. Егер де біз осы Абай атаның барлық қара сөздерін оқысақ, әрбір қара сөзінде бір мағына жатыр. Сол мағынаны таба білу мына біздің қолымыздан келеді. Сондықтан да Абайды оқы, таңырқа. Жақсы, рахмет. Сағыныш, отыра ғой. Тағы кім өз ойын айтады? Айтатындар бар ма? Әсел кәні, сен айтып соншалықты ойының тереңдігі соншалықты осы адамгершілік, имандылықты да бір қара сөзге сыйдырып отыр. Және де бізге көп мүмкіншілік берген да осы қара сөзден тәрбие алып, өзіміздің қорытындымызды шығаруға бізде мүмкіндік көп. Сондықтан да Абайдың әрбір 17-ден бастап 45 сөзін оқысақ, өте білімді адам болып шығатынымызға кәміл сенемін. Жақсы, өте жақсы, рахмет. Сонымен балалар, біз сендермен 17-ші қара сөзі жайлы айтып кеттік. 17-ші қара сөзінен бөлек тағы қандай қара сөзін өтіп едік біз сендермен? 32-ші. Ал Ерасыл, оның қара сөздеріне жайлы айтып кеттік. Бұлын таппай мақтанбау дегенде дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз деп Абай атамыз айтып кеткен. Осы орайда Абай атамыз осы өлеңге байланысты 1895 жылы өзінің 38-ші қара сөзін жазып шықты. Ол қара сөзде ғылымды үйренудің нақты жолдары айтылған. Ол жолдар 6-ға бөлінеді. Мен соның біріншісін айта кететін болсам, Абай атамыз айтып кеткен, ғылымға шынайы көзбен, ынтызарлықпен, ғылымды мейіріммен оқу керек. Ал егер ғылымды өзіңіздің пайдаңыз үшін мен осы бір нәрсені жетіп алсам, оны тастап кете саламын деп оқысаңыз, ол сізге ешқандай пайда келмейді, және өгей шешенің мейіріміндей болып, бір нәрсе жетіспей тұрғандай болады. Және ол сізге өзінің зиянын тигізеді. Және осы егер сіз ғылымды дұрыс меңгермесеңіз, тек қана осы бір нәрсеге жетемін деп, мен осы бір қызығушылық пайда болады, одан кейін болды, өзімен қойып кетемін деген ой болмау керек. Ал егер шын мейірім болсаңыз, өзіңіздің туған анаңыздай, оның мейірімі сізге үлкен болады. Және осы ғылымды оқыған кезде өзіңіз ынтызарлықпен рахаттанып, мысалы сіздің білмей тұрған нәрсеңізге тағы бір нәрсе қоссаңыз, ол сізге рахат сезімін алып келеді, және сіз оны шын мейірленіп оқыған секілді болып, толық адам секілді болып жүресіз. Жақсы, рахмет. Әсел сен не айтасың? Абай атамызға қатысып кеткен екінші мәселесі, ол ғылымды үйренген кезде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйрену керек деп айтқан хакім Абай, бес саусақ бірдей емес деп өз қара сөзінде жазып кеткен. Яғни барлық адам бірдей дарынды болып тумайды. Олардың бәрі дерлік бірдей ғылымға қызыға бермейді. Ғылымға қабілеттілігі әртүрлі адам қызығады. Немесе мен кімнен кеммін деп басқаларды өзінен төмен санайтын күншіл адамдар да қызығуы мүмкін. Бірақ бұндай адамдардан сескену қажет. Өйткені бұндай адамдар қоғамға зиянын тигізбек түгілі қоғамды адамды түземек түгілі бұзады деп жазылған. Ең қорқыныштысы өзін тек қара басынан ойлайтын, мақсаты жоқ адамнан қорқу керек деп айтылған. Өйткені бұндай адамдар сескенбей, өсекпен өтірікті
айтады, басқаларды өзінің сондай жаман ойларымен басқаларды бұзуы мүмкін. Сондықтан да қара сөздің екінші мәселесін осы деп қарастырып өткен. Жақсы, рахмет. Ал кәні, Күлхан, сен не айтасың? Жалпы осы Абай атамыздың 38-ші қара сөзінің жалпы осы Абай атамыз негізі осы 3-ші мәселесінде білген нәрседен айырмау керек деп жазылған. Негізінде білгеннің үстіне біле түсу өте жақсы. Ал егер де білмеген нәрсемізге жатқанда тәуекелге бел болып, оны әрі қарай асыру негізі қауіпті істердің бірі да. Ал егер де біз бір нәрсені білетін болсақ, мысалы бір ақиқатқа тырысатын болсақ, оған өзіміздің иждихатымызға сенетін болсақ, ондай болатын болса, сол нәрсені тұт және де одан өлсең де айырылма деп жазылған. Жалпы егер де біз бір нәрсені білетін болсақ, оны соңына шейін жетіп, яғни оның қадірін білуіміз керек. Егер де оның қадірін біз білмесек, оны бөтен адам қадірін біле алмайды. Сонда ол бізге де бөтен адамға да ешқандай пот, яғни ешқандай пайда әкелмейді. Сол себептен білгеніміздің үстіне біле түсіп, білгенімізді соңына шейін жеткізіп қадірлейік. Жақсы, рахмет. Өте жақсы, кәні. Алтын, сен не айтасың? Және де осы 4-ші шартында негізінен Абай атамыз былай деген: ғылым мен білімге жетуде адамның ішінде екі хал болады. Оның бірі мулафаза ойласу, екіншісі мухафаза сақтау. Және де осы екі қуатты ары қарай зорайту үшін көп күш жұмсау керек. Яғни бұлар зораймай, ғылым да зораймайды. Сондықтан да ғылымға көп ізденіс пен күш керек, төзімділік керек. Жақсы. Тағы кім айтатындар бар? Ал Ерасыл, сен не айтасың? Осы мәселенің 5-шісін қарастыратын болсақ, осының 9-шы бабында бұл өмірде 4 нәрседен қашық болу туралы айтылады, және де оның біреуі уайымсыз салғырттық. Және де содан біз егер де қашық болатын болсақ, зинһар жаным сақ бол, әуелі халықтың әуелі Құдайдың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, ал төртінші ақылдың ардың дұшпаны бол деп айтып өткен. Бұл жерде адамның ғылымға деген құштарлығын зиянды әсерлермен келтіретін соларға сақ болуды үйретеді. Және де осының 19-шы қара сөзін қарастыратын болсақ, ол жерде дүниеге келген бала есті болып туылмайтындығы туралы айтылады. Ол үлкейе келе естілердің айтқан ақылдың бәрін тыңдап, ынта қойып тыңдау және де оны түсінбеген жерін сұрап, әрқашанда соны өмірде пайдаланып мақсат қылып жүрсе, ол болашақта жақсы адам болады. Және де ал 31-ші қара сөзінде ол жерде 4 мәселе айтылған. Егер де сол 4 мәселені біз алшақтап, қашықтап, соларды берік сақтап, қашық болып жүретін болса, біз бұл өмірде жақсы адам болатынымыз сенімді. Және де бұның біріншісі уайымсыз салғырттық, екінші ойыншы күлкішілдік, үшіншісі қайғыға салыну, үшіншісі құмарлық пайда болу. Осы біз 4 мәселеден қашық болып, әрқашанда Құдайдың бетіне, Құдайдың бүкіл мейірімін алып, елдің бетіне тура қарап, дәулеттің, ақылдың және де басқа да жақсы мейірбан дүниелерге біз сенімділікпен алға қарай ұмтыламыз. Жақсы, рахмет. Өте жақсы. Тағы кім не айтатын еді бізде? Ал Аружан, сен не айтасың? 6-шы. Ғылымда ақылды сақтайтын мінез деген салттар. Ол мінезін бұзылмау керек. Көрсе қызығушылық және де әркімнің өз сөзіне оны бұзбау керек. Өйткені ол мінез деген бастаған сөз тұрақтылық және де ұстанымдылық, ол мінезге тән қасиеттер. Және де бұл мінезді бұзылмасын және де бастаған істі аяғына дейін жеткізу мақсатында Абай атамыз осы насихатқа кеткен. Жақсы. Мен осы Айдана. Мен толықтыра өтсем, осы Абай атамыз ғылым сөзін жаратылыстың, дамудың, ойлаудың қоғам сөз ретінде қолданбаған. Ғылым сөзді бұл жақта білім алу, оқу және сауаттылық сөзінде қолданған. Және байқасаңыздар, Абайдың ғылым таппай мақтанба өлеңінде осы сөз ғылымның нақты өзінің мағынасы емес, білім алу, оқу, сауаттылықты білдірген. Жалпы Абайдың қара сөздерінде осы ғылымға бара жүрген екі түрлі жағдайды көрсеткен. Бірі адамның ішкі
яғни талаптанып жігерен талаптану, төзімді болу, медлене іздену деген сияқты. Ал екіншісі өмір сүру ортасы мен тұрмыс жағдайы. Міне осы абай даналығында осы абай атамыз осы 32-ші сөзінде тек қана сыртқы жағдай емес, ішкі жағдайында да талаптанушыларға арналған 6 шартын көрсеткен болатын. Жақсы. Мирасын сен не айтқың келіп отыр? Осыны айтқым келген. Жақсы, рахмет. Барлығыңызға Мария, жақсы. Енді балалар, қазір келеміз. Мен әр топқа тапсырма беремін мына жерде. Біз әр топ ең бірінші. Біз Абайдың өлеңін, қара сөздерін өттік. Одан кейін Масқұт поэмасын еттік. Осы 3 шығармаларына біз қазір талдау жасаймыз. Ең бірінші, мына топқа, екінші топ, сендерге сатылай кешенді талдау беремін. Мына қағазға түсіресіңдер, сатылай кешенді талдауды. Одан кейін сендерге үшінші топ композициялық талдау, Масқұт поэмасының композициялық талдауын беремін. Сендерге мына жерде екі жақты күнделік арқылы сендер Абайдың қара сөзі бар ғой, 17-ші қара сөзді жүріп жатырсыңдар. Қазір 5 минут уақыт береді, тез шығармайды. Сатылай кешенді талдау. Тапсырма берілген. Біз бұл жақта Абайдың қара сөздерін талдадық. Қара сөзде бізде кейіпкер негізі жүрек, ақыл, қайрат. Ал біз 4-ші кейіпкерді өзіміз қостық, ол толық адам деп қостық. Бізде жүрекке біз былай жаздық. Адам баласының теңесінің патшасы, үлкенге ұят сақтап, ішінде рахым қылатын да осы жүрек. Ал ақыл дегеніміз, ақылдан амал да, айла да шығады. Жаратқан тәңірді де, жаралғанды да, осы екі дүниенің жайын да ақыл біледі. Келесі бізде қайрат. Қайратпен біз дүниеге лайықты өнер, мал таба аламыз. Өзіміздің күшімізді де осы қайрат арқылы таба аламыз. Бірақ осы қайратты қара күшке берілдеріп кетсек, ол дегеніміз жаман болады. Ал бізде толық адам дегеніміз, осы асыл үш қасиеті де бойына толық сіңірген адамды біз толық адам дейміз. Толық адам дегеніміз, егер адам бойында осы үш қасиет болса, ол адам жаман болмайды. Яғни жүрек болған жерде қайрат та ақыл да жүреді. Сонымен біз осы кейіпкерлерге жүрек, ақыл, қайрат, толық адам деп өзіміздің ойымызда сонымен мына жерде осы үш қасиеттің барлығы адамның бойында болса, ол адам қандай адам болады. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі тобымыз қай топ? Ал сендерге кән бер шықыңдар. Сендерге қандай тапсырма берілді? Масқұт поэмасына композициялық талдау. Оқырман дамуы ішкі жеміс. Оқыған шегін түрі Масқұттың халифа уәзірі атануы. Шарықтан шегі оқыған 7 күн бойы жаңбыр жауы. Шешім көпшіліктің ырқына түсу. Көпшіліктің ырқына түсу. Көпшіліктің ырқына түсу дегенімізді қалай түсіндіресің? Қыдыр шал Масқұтқа түсінде айын береді. Сол кезде 7 күн бойы жылды жаңбыр жауады. Сол үшін суды ертерек су жинап ал деп айтады. Масқұт оны ханға айтып, бірақ көпшілік оны ішіп қойғаннан кейін көпшілікке халық айтпай ішіп қойды. Сол сәттен көпшілік ішіп қойғаннан кейін Масқұт ойлайды. Көпшіліктің арасында бір ғана ақылды болғанша мен де жынды боламын деп су ішеді. Жаңбырдың суын ішкен адам жынды болады деп аян береді. Қадыр ата түсінде. Сол кезде жаңағы көпшілік оны тыңдамайды. Тыңдамағаннан кейін ханда Масқұтты ішуге мәжбүр болады. Соңында халықтың бәрі жынданып кеткеннен кейін олар да өздері жаңбыр суын ішуге мәжбүр болады. Жақсы.
Üçüncü top dayınız var. Getir. Абайдың қалың елі қазағым қайран жұртым өлеңге сыйлы кештен талдау. Авторы Абай Құнанбаев. Тақырыбы қалың елім қазағым қайран жұртым. Жанры өлең. 16 тармақ, 3 қонақ, 4 шумақ, 11 буыннан тұрады. Ұйқасы шұбатпалы ұйқасы. Сонымен қатар бұл өлеңде көркемдеуіш құралға келетін болсақ, эпитет қалың ел, теңеу сартша, елім қазағым жұртым бұл өлеңде қаратпа сөз болып табылады. Ура қорған тұрақты тіркес болып табылады. Идеясы негізгі ойы Абайдың дерті елдігінен айырылып, берекесі қашқан қалың елі қазағының трагедиясы болып табылады. Сонымен қатар Ресей империясының отарына айналып, өз малын өзіндікі дей алмай, етек басты күн кешкен қазағына ауыр халін қанын қарайтып жырлайды. Яғни Абай өзінің ішіндегі түйінісін осы өлеңге жеткізген болып табылады. Қазіргі өмірмен байланысы қазіргі таңда бұрынғыдай халық өз малын өзіндікі дей алмай, қазіргі мысалы жоғарыда отырған ағаларымызға біз ештеңе дей алмаймыз. Қанша әділетсіздік жасалғанымен осы халықтың біз мұңын бұрынғыдай жеткізе алмаймыз. Қазіргі байланысы біз осы жағдай деп шештік. Осы жағдай деп шештіңдер ма? Мына жерде сендер орақ орған депсіңдер. Аузымен орақ орған шығарсыздар, иә? Аузымен орақ орған. Аузымен орақ орған. Билік басында отырған шенеуніктерді айтады. Жақсы. Отырыңдар қыздар. Тағы мына жерде айта кететін. Жақсы отырыңдар. Енді жалпы мына жерде Абайдың қалың елім қазағым өлеңі бойынша айта кететін жағдай, өлеңнің негізгі идеясы не деді жаңа қыздар? Неге халқы үшін күңіренді? Ол болып жатқан әділетсіздікті көрді, ол халық болса, ол дым білмеді, өз малын өзіндікі дей алмады, ол сол әділетсіздікке шыдай алмай осы өлеңін шығарды. Өзі тақырыптың өзі қалың елім қазағым қайран жұртым деп айтылғанда, ол бір шетінен халығын қаншақты жақсы көргенмен, оның надандығы бар, сауатсыздығы бар, соны жеткізген. Осы сауатсыздығын бір шетінен жамандық деп алғанда, бірақ халығын бір шетінен жақсы көрді. Халқын өзі іштей жақсы көрді, бірақ сол халқының надан екендігіне қиындар деп жатыр. Бұл жерде Абайшы өзінің халқына әсер етіп келсе ма сенің сөзіне? Және бұл жерде Абай халқының осы надандығына немесе осы халық арасында болып жатқан әділетсіздікке көзін жұмып отыра алмады да, шындықпен жеткізейін деп халықтың ауыр халін осы өлең арқылы жеткізбекке болатын. Ал ауыр халін туындауына мәжбүр деп отырған кімдер? Ол Абай атамыз осы өлең жазғаннан кейін оның артынша үлкен өмірге кеткен баласы Әбдірахман қайтыс болады. Ол осы Әбдірахманның қайтыс болғаннан кейін қатты қынжылады да кімге сенерін білмей, ішіне бүкіл көңілін ішіне сақтап науқастанады. Науқастанғаннан кейін ол енді мен кімге келдім деп жаңа айтқандай қара сөздер жаза бастайды. Сосын жақсы. Енді бүйтеміз. Қазір біз 3 топ тапсырма орындадық. Енді бірінші топтың сақлай кешенді топ жасаған жұмысын мына дискриптор бойынша бағалаймыз. Оны бағалайды сендер 3-ші топ бағалап көріңдер қазір. Мына дискриптор бойынша сатылай кешенді талаптарын орындады ма, постерге түсірді ма, жұмысын қорғағанда жақсы қорғады ма, міне. Осы бойынша 2 жылдыз бір тілек арқылы қазір 3-ші топ сендер бағалаңдаршы. Келесі топ сендер мына топты бағалайсыңдар. Сендер 3-ші топты бағалайсыңдар. Одан кейін барып, сендер ана топты бағалайсыңдар. Дайындалып отырыңдар. 2 жылдыз бір тілек арқылы. Дайынсыз ба? Ерасыл, бағалашыңыз. Екінші топ өзінің сатылай кешенді талдауын жақсы қорғады, постерге түсірді. Бірақ бір өкінішке орай қасындағы қызбен Айдана мен Гүлажар бірдей сөйлеуі керек еді. Бірдей сөйлеуі керек еді деп ойлайсың ба? Жарайды, жақсы, рахмет. Енді сендер екінші топ. Екі жақты күнделікті кім талдайды дедім мен? Қай топ екі жақты күнделікті қайсың едіңдер? Екі жақты не біз? Ал сендерді бағалайды екінші топ, мына дискриптор бойынша.
Бағалаңдар. Мына дискрипті бойынша бағалайсыңдар. Мына топтың қолында жылдан 2 жыл бір тілек айтасыңдар. Әсері мына кейіпкерді анықтады ма, ойын жүрген атады ма, кескен ең басты кейіпкер анықтады. Сонымен қоса өздері де кейіпкер қосып, осы жағында бір жағынан плюс болды. Ойын тұжырымдады, осы ойын тұжырымдаған екен, оны кестеге түсірді, яғни барлық жұмысты атқарды. Айтатын ұсынысың бар ма? Айтатын ұсынысым негізінен бір адам емес, 2 адам бірге қорғап шықса. Ал сен ше? Сен барлығы бірдей бір оймен жақсы. Енді мына топтың жұмысын бірінші топ бағалаймыз. Келесі композициялық талдау. Мына дескриптор бойынша. Композициялық талдау. Бірінші топта мынандай шықты ғой, ол оқиғаның бастауын анықтады, яғни поэмасын қай жерден басталады, өте жақсы анықтады, дамуын анықтады, шиеленісу анықтады, яғни нағыз поэманың нағыз қысқан уақытысында дәл дөп тапты, шешімін анықтады және кестеге жазды. Бірақ та менің ұсынысым бұндай уақытта барлығымызды қобалжимыз ғой, арай кішкене қобалжыды. Ал былай тапсырмалары өте күшті. Кішкене қобалжыды, сосын арайдың біздің арамызда кішкене орысшаға қаладан дегеннен кейін. Жарайды, жақсы, рахмет балалар. Енді ары қарай кеттік. Енді біздің келесі тапсырма бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы балалар абайды оқы, анықтайды. Соған байланысты не айтайын? Ой толғау жазамыз. Қазір қоясыңыз. Міне абайды оқы, танысқа деген тақырыпқа Попс формуласы бойынша. Міне, осы Попс формуласы бойынша ой толғау жазасыңдар. Қазір бір шағын ой толғау балдар, көп керек емес. Бір 5 минутта көріңіз, 5 минутта жазып. Абайды қызықтымамен, не айттың еді? осы абайды абай құнанбайұлы негізі абай құнанбайұлы есімі Ибрахим әжесізге абайды абай жазып кеткен. Абай құнанбайұлы көптеген өлеңіне өзі ән жазған. Олардың ішінде кеңінен тарағаны көзінің қарасы. Абай құнанбаев алғашқы өлеңдерін Көкбайдың атынан жариялап жүрген. Ол 13 жасында ел басқарған. Алғашқы махаббаты Тоғжан. Абай құнанбайұлы 1860 жылы Бедамен ота құрған. Ол кезде Абай 15 жаста болған. Абай 16 жасында әке атанған. 21 жаста болыс болып сайланған. Екінші әйелі Әйгерімге 30 жасында үйленген. Және оның Еркежан деген әйелі болған. Еркежан Абайдың әмеңгерлік жолмен үйленген әйелі. Ол Абайдың інісі Оспанның қалыңдығы болған. Еркежан Абайға өз қалауымен тұрмысқа шыққан. Абай 36 жасында тұңғыш немересі Әбубәкір дүниеге келген. Жарайды. Мынау қосымша Айдана сені зерттеген мәліметін. Жақсы, жарайсың, рахмет саған. Ал кірсіңдер, ой толғауға. Абай қазақ даласы қайдақтан айсыз қараңғы және бірден қашықтан тұрған кезде жерден болуға, қараңғы жерден ой болуға анық түскен жұлдыз. Абайды сан зерттеген Мұхтар Әуезов былай айтқан екен. Абай терең теңіз, алып мұхит. Абайды таныған сайын оның түбіне маржандарын алу үшін сүңги беру керек. Ал мен оны бетің ғана қалқыдым. Сөзі аз, мағынасы көп деген Абай сөздер жалпы адамның түсінуіне ауыр екені рас, бірақ ол ауырлық жаза алмағаннан емес, тыңдаушылардың түсініктілік дәрежесінің төмендігінен. Өз заманында тыңдаушы таппаған Абай талай тыңдеді. Бүгінгі таңда біз Абай аман еткен көзі ашық, көкірегі ояу қазақпыз. Ол ана тілімен қоса араб, парсы, орыс, түрік тілдерінде келген. Соның ішінде орыс тіліне ықыласы ерекше болған. Атақты ақындардың өлеңдерін аударған. Аудармашылыққа шебері зор болған. Қартайған шағында 45 қара сөз жастармен әңгімелесіп бізге тақырып қандай болды? Нақты келтір, себебін анықта қазіргі байланысты. Қысқа нұсқайындашы қыздар. Абайды оқып танытқан. Абайды білмейтін ел, білмейтін қазақ болып шығар. Бағалаймыз. Оның әр
абайдың шығармашылығы адамға терең ой, үлкен мағына, ойландыратын жайт туғызады. Абай әрқашан басқа адамдардан озық тұрды. Кішкентай кезінен-ақ зерек, ақылды, дарындау еді. Менің ойымша, Абайдың шығармашылығын оқыған адам өмірде өз орнын тауып, өз шешіміне нық сеніммен қарайды деп ойлаймын. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Әрбір өлең болсын, шығарма, поэма болсын, адамды тәрбиелікке үндейді. Мен оны мына үзінділермен дәлелдеймін. Сегізаяқ өлеңіндегі білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақра ала алмас. Жақсы. Уақытымыз тығыз барлықтан тоқталмаймын. Кім қысқа? Менің ойымша, Ұлы Абайдың шығармашылық мұрасы халқымыздың ғасырлар бойы маңызын жоймайтын қазынасы. Себебі Абай ақын халықтың тағдыры мен қасіретін терең түсініп, шын жүрегімен жаза білген ақын. Оның әр сөздері, өлеңдері, шығармалары үлкен ғибрат өнеге. Мен оны мына өлең үзінділерімен дәлелдеймін. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішінен қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегі мен ақылын екі жақтап. Мінеки осы өлең жолдарынан-ақ біз Абайдың барлық өлеңдері өнегеленетінін білеміз. Қорыта келгенде, ұлы ақынның шығармалары қазақ халқының жүрегінде мәңгі өшпейді, және Абай Құнанбаев қазақ халқының мақтанышы басы. Қалғандар сөзіне Абай қазақтың ұлы ақыны, Абайды танымайтын білмейтін қазақ жоқ. Менің ойымша, ұлы Абайдың шығармалары әрбір қазақ үшін орны бөлек. Себебі Абай өлеңдерінің көпшілігі халықтың жағдайын, қасіретін өлеңге қосып жеткізген. Сол себепті әрбір қазақ Абай атамызды танып біліп, оның шығармаларын жаттап құрметтеуіміз керек. Жақсы. Енді балалар, бағалап жатырмын. Енді қазір кетеміз балалар. Сабағымызды қорытындылай келе, жаңа біз айттық, Абай композитор дедік. Осы жерде бір Абайдың жетістігінде жарған өлеңін хормен айтып көрейікші балалар. Айтып көрейік. 1, 2, 3. Жетсізінде жарық ай, сәулесі суда дірілдей, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзі гүлдей, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзі гүлдей. Жақсы, рахмет балалар. Енді кетеміз балалар. Бүгін біз сендерге Абайды оқы таңырқа атты тақырыпта сабақ өттік. Яғни қарап отырсақ Абайдың шығармашылығы теңіз түбі сияқты түпсіз шексіз екен. Оны қанша оқысан да одан деген нәр ала бересің. Сондықтан да мен қазір сендерге мынау кері байланыс парағын қаратамын. Осы бүгінгі сабақтан қандай әсер алдыңдар, сабақ ұнады ма, жаңалық білдіңдер ме, осы кері байланыс парағына жазасыңдар. Одан кейін үйге тапсырма, келесі сабақта біз 90-лық жиынтық бағалау жазамыз. Абайдың осы шығармашылығы бойынша сол 90-лық жиынтық бағалауға үйге дайындаламыз. Қазір өздеріңізде мына кері байланыс парағына бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді жазыңдар.